Қызылорда қаласының төңірегі жасыл желекпен көмкерілуде. Облыс орталығын шаңды желден қорғау мақсатында қолға алынған жобаға 879 миллион теңге бөлінген. Жалпы аумағы 467 гектар жерді орманды алқапқа айналдыру үшін мамандар тамшылатып суару технологиясында қолданып көрмек. Қызылордада жасыл белдеу жобасы осыдан 3 жыл бұрын басталған. Осы уақыт бедерінде 130 гектар жерге 102 мың түп ағаш көшеті отырғызылыпты. Кезінде тұзы мен шаңы көтеріліп жатқан тақыр жазық бүгінде орманды алқапқа айналып келеді. Мамандар ағаштардың тез тамыр жайып көктеуі үшін Израиль елінде кеңінен қолданылатын тамшылатып суару әдісін қолға алуда. Жалпы Израиль технологиясы әлемде өз тиімділігін көрсеткен. Мамандардың есі бойынша 80% шығымдылығы бар. Бүгін көріп отқан жасыл белдеу Қызылорда қаласында егіліп отқан 43% құрап отыр шығымдылығы. Енді мына тамшылап суару әдісі қолданылған жағдайда біз 80%-ға осындай жасыл белдеу құрып өз нәтижесін береді деп күтіп отырмыз. Сыр өңірінің сортаң топырағын көктету күрделі шаруа. Сондықтан орманшылар аймақ табиғатына төзімді сырталы және қарағаштың қаламшаларын отырғызуда. Осының отақтарын отап тұрмаса, бұған да бала сияқты күтім керек бұл ағаштарға да. Және бұл ағаштардың көшет дайындау технологиясы өзіміздің мекемемізде питомнигіміз бар. Соған жыл сайын өзімізден қаламша дайындап, келесі жылға дейін осы көшетті, осы жерге әкеліп егетін көшетті сояқта дайындалады көшеттер. Тұқымбақ күннен қуат алатын қондырғы арқылы суғарылады. Жасыл экономикаға үлес қоса отырып, электр энергиясын үнемдеуге көшкен бастаманың нәтижесі де бар. Қазіргі таңда суды пайдаланып жатырмыз. Осы су тапшы болған кезеңдерде сағатына 7-8 куб су беріп, тиісті мөлшерді көлемдегі аумақтарда суаруға мүмкіндік бар. Енді оны тағы да 5 жерге қондыру қойғанбыз, бірақтан оған байланысты әлі қаражат бөлінбей, оларға да насос қойылса, осы тұқымбақтың үшін осы күн сәулесінің қондырғысымен қолданысқа енгізуге болады. Жасыл белдеу жобасы қарқынды жалғасын тапса, бірер жылда Қызылорда қаласы айнала жасыл желекпен көмкеріледі дейді табиғат қорғаушылар. Нұрлан Жақыпбеков, Әлқайдар Тұрлыханов, Қанат Еңсебаев, Қызылорда облысы.